Бәріне сәлем. Бүгін пікірсайыста қалай дұрыс жаттығулар жасау керектігі туралы кішкене видео түсіруді шештім. Неге өйткені қазіргі кезде жаздың кезінде адамдарда турнирлар аз. Жалпы пікірсайыс әлемінде турнирлар аз, бірақ та бізде өзіміздің формамызды сақтау үшін немесе келесі оқу жылында жақсы жетістіктер көрсету үшін біздер жаттығуларды жалғастыра беруіміз керек. Бірақ та осыдан 1-2-3 жыл бұрын біздерде жаттығу формалар туралы немесе ақпараттық базалар, видеолар, дайындық тренингтар дейтін дүниелер, мақалалар өте аз болатын. Және ол кездің негізгі проблемасы қалай дайындалу керектігі туралы ақпарат аз болатын, және біздер өзіміздің аға буындарымыздан, ата буындарымыздан айтқан сөздерін тыңдап, олардан өздерінің әңгімелерін естіп турнирларда, өзіміздің турнирларға барған кездегі раундтардың сараптамаларын естіген кезде, төрешілердің фидбегін естіген кезде осылай біздер дамуға дамуға тырысқан болатынбыз. Енді қазір пікірсайыста орыс тілінде, ағылшын тілінде, қазақ тілінде өте көптеген каналдар, ақпараттық видеолар, мақалалар, өте көп дүниелер бар. Бірақ та қазір осы өте көптеген ақпараттардың ішінде біздерге бір нақты дүниелер жоқ. Әрқашан біздерге айтатын әрбір тренингті, әрбір видеоны қосып қалған кезде, мақаланы оқыған кезде, олардың көбінесе беретін сөздері, көбінесе айтылатын сөздер, видеоларды көріңіздер, мақалаларды оқыңыздар, қайталаңыздар, ойнаңыздар, көбірек фидбек алыңыздар, көбірек сараптама жасаңыздар, және осылай қалай түсіндірсем болады, жүйелілік жоқ болып табылады. Енді осы дүниеге байланысты кішігірім видео түсіруге шешім қабылдадым. Енді пікірсайыста екі дүние, ол жүйелі жаттығулар, жалпы жүйелі жаттығу әрқашанда керек, ол турнир болса да, болмаса да, өзіміздің формамызды сақтау үшін, және келер турнирларға дайын жүру үшін, немесе білмеймін, клубтың жүйелі жұмыс жасап тұру үшін жүйелі жаттығулар керек болып табылады. Әрқашанда, өйткені жаңалықтар өте көп, әр күн сайын, әрбір сағат сайын жаңалықтар көбейіп жатыр, ақпараттар, және оларды сараптай алу, талдай алу, және оларды дұрыс қолдана алу, ол осы жүйелі жаттығулардың арқасында келетін дүние болып табылады. Одан бөлек турнирларға дайындық туралы да кішкене сөйлескім келеді. Жалпы ол негізінде бір ғана турнирге арнап дайындық жобалары болуы мүмкін. Сен бір тиммейтпен бір турнирге 1 ай көлемінде дайындалу мүмкіншілігің бар, 2 апта көлемінде дайындық, немесе турнирлардың өте көп болғаны кезінде, әр апта болған кезде осы жаттығуларды, осы жерде айтылатын кеңестерді мүмкін пайдалы болып қалады біреулерге. Жаттығулар. Бұл жаттығулар туралы сіздер өте көп естідіңіздер. Бұлар кәдімгі ойындар, балалармен, өздеріңізбен, клубтағы мүшелермен бірге ойын ойнау, ол адам саны көп болса БПФ, адам саны аз болса АПФ, аз болмай жатырса полубританка деп аталады, 2 фракция ашушы үстелдер болып британдық форматта, БПФ-тің форматында ойын ойнауы, немесе спикерлермен рөлдерді ауыстырып, премьер-министр болып, лидер оппозиция болып, олардың көмекшілері болып, рөлдерді ауыстырып отырып ойындар, өте көп ойындар, ол практикалық дүниелер, ол өте жақсы жаттығу болып табылады, өйткені бұл өте көп тәжірибе береді, және осы тәжірибелерді, жаттығулардың арқасында келген тәжірибелерді турнирларда өте жақсы қолдануға мүмкіншіліктеріміз көбірек. Кейстар жазу мүмкіншіліктеріңіз бар, тақырыптарды естисіздер, көресіздер. Кеше ғана әлем чемпионаты болды, оның алдында да өте көптеген турнирлар болды. 1 жыл ішінде сіз барлық турнирге, Қазақстанда болып жатқан, қазақ пікірсайысында болып жатқан барлық турнирге қатысу мүмкіншілігіңіз өте төмен. Сол себепті бір турнирлерге қатысып жүрген кезде басқа турнирлар болып жатады. Сол өзіңіз қатыспай қалған, ойнамай қалған, естімей қалған тақырыптарды алып, оларға кейстар жазу мүмкіншіліктеріңіз бар. Ол кейстар, айтпаймын, пікірсайыста тек қана шаблонды кейстармен ойнау керек деп, бірақ та осындай кейстарды жазу арқасында сіздер болашақ ойындарда осы тақырыптарға ұқсас тақырыптарды ойнаған кезде ішіндегі аргументтер, ойлар, аналогиялар, мысалдар, олар өте көптеген көмектер беру мүмкіншіліктері бар. Тақырыптар талқылау, ол кәдімгідей адамдармен отырып, бір тақырыпты алып, соны ұзақ уақыттар талқылап өтуіңіз мүмкін. Одан кейін
сөздің жазбасын сараптау деген. Мен каналымда бір рет осындай дүниені жасағам. Семейдегі болған Парасат Каптың Парасат Кап 2 сол турнирде болған бірінші раундтың өзімнің сөзімді диктофонға жазып, оны сараптап салған болатын. Дәл солай өздеріңіздің речтарыңызды, сөздеріңізді, спичтарыңызды просто алып, диктофонға жазып алып, ойын барысында, жаңағы турнир барысында өзіңіз сөзіңіз жазып алып, оны сараптап көрсеңіз болады. Қай жерінде қай сөз керек еді, қай жерінде қай сөз артық болып, керек емес болып қалды, ол сөздің орнына басқа сөз қолданған жөн бе еді, немесе басқа аналогия, басқа мысалдар, мүмкін басқа аргумент, мына аргумент мүмкін бір дәлел жеткіліксіз болып қалды деп сараптама жасай аласыздар. Өте оңай, жай ғана, ол турнир болмаса да, жай ғана өзіңіз жаңағыдай кейстар жазып жатқан кезде, немесе ішкі жаңағыдай дайындық ойындары болып жатқан кезде өзіңіздің сөзіңізді диктофонға жазып алып, оны сараптасаңыз да болады. Одан бөлек, қазір интернетте өте көп ойындар, жазбалары бар, Парасат дебат клубының, Намат дебат клубының, немесе КК-ның финал видеосы тұр, орыс лигасында, орыс дебатында видеотека бар, немесе кез келген дебат клубының видео дейтін бөлімшесінде өте көптеген ойындардың жазбалары тұр. Сол ойындардың жазбаларындағы сөздерді сараптап көрсеңіздер болады. Төрешілік жаса деп, төрешілік тренингтерде, төрешілік академияларда кеңес беріледі, сондай ойындарды көріп, оларға төрешілік жасап көріңдер деп айтылады. Бірақ та жеке спикерлік даму үшін менің ойымша осындай бір ойындардың сөз, әрбір спичті сараптап көрген, және олар не үшін ол сөзді айтты, не үшін осы аргументті айтты, неге осы, мүмкін болса сол аргументті қалай кеңейтуге болады, немесе қалай тереңірек дәлелдеуге болады дейтін сараптамалар жасасаңыздар, ол жақсырақ пайдалы болады. Логика тығыздығын ұлғайту деген, мен оны мықты спикерлерден естідім. Ол қалай жұмыс жасайды? Жаңағыдай диктофонға жазып алған сөзіңізді сараптама барысында қайсы сөздер артық болғандығын қарап, сол сөздерді алып тастап отыру. Мысалы, сіз 7 минутта сөз сөйледіңіз диктофонға, енді осы сөзді сараптап, қайсы жер артық болды, қайсы логика керек емес болды, оларды алып тастап, артық дүниені алып тастап, енді сіз 5 минутта сөз сөйлейсіз. Осы 5 минутқа сыйдырып сөз сөйлейсіз, бірақ мағынасын жоғалтпауға тырысасыз, ең маңызды дүниелерді ғана аласыз, және осы 5 минутқа сыйдырып айтып шығуға тырысасыз. Одан кейін дәл осы әдісті 3 минутқа сыйдыратындай қылып жасап көресіз. Бұл жаттығулар туралы ақпараттар өте көп. Кез келген мықты спикерден, жалғысы көптен бері жүрген пікірсайысшылардан сұрасаңыздар, бұл жаттығулар туралы барлық айтатын болады. Олар біздер қайталап айта береміз. Осылай жаса, ойын барысында, ойын кезінде сөзіңді жазып ал, оны сарапта, оны талқыла, одан ең мықты логикаларын шығарып ал, сол логиканың тығыздығын ұлғайт, сөйтіп сен уақыт ұтасың, содан кейін сен жақсырақ боласың дейтін дүниелер өте көп айтылады. Бірақ та менің ойымша қазіргі кезде ең негізгі мәселелердің бірі жаңағыдай адамдардың уақытты дұрыс бөле алмауы болып табылады. Қазір уақыт бөлуге байланысты. Бүгін ғана Илья Лопатиннің бір видеосын көріп қалдым, сол жерде айтады, бізде әрқашанда уақыт жеткілікті, бірақ та біздер ол уақытты дұрыс қолдана алмаймыз деген сөз айтады. Ол айтады, біздер көбірек әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Бізде сабақ болуы мүмкін, бізде жұмыс болуы мүмкін, бізде үйдің шаруалары болуы мүмкін. Бірақ кейбір кездерде біздер қыдыруға кетуіміз мүмкін, біздер кино көріп отыруымыз мүмкін, сериал көріп отыруымыз мүмкін. Бірақ та біздер түсінуіміз керек дүние, осы бізге берілген 24 сағаттық ішінде біздер 1 сағатты осындай бір пікірсайысқа қызығушымыз болған жағдайда, жетістікке жеткіміз келген жағдайда 1 сағат бөліп осындай тренингтерді көріп, немесе өзімізге жаттығулар жасауымыз ол пайдалырақ болады. Уақытты дұрыс қолдана білу керек дейтін дүние пайда болады.
Әрине де бұл жерде ескеру керек дүние пікірсайыстағы біздің қызығушылығымызға байланысты. Егер де сіз жақсы жетістікке жеткіңіз келсе, кубоктар алу керек болса, турнирлар жеңу керек болатын болса, онда сіз міндетті түрде уақыт бөлуіңіз керек болады және оған жаттығулар, дайындықтар жасауыңыз керек болады. Ал егер де жай ғана уақыт өткізу, көңіл көтеру, ол жерден жаңа достар табу, жай барып келсем болды, жетістік керек емес деген сияқты, керек емес болғанда қатты маңыздылығы аз болған жағдайда, осы кездерде мүмкін дайындықтарыңыз аз болатын шығар. Бірақ та ескере кететін дүние, егер сіз дайындалмасаңыз, басқа адамдар дайындалады болады. Егер сіз бір аптаның ішінде тек қана пікірсайысқа 2-ақ сағат бөлетін болсаңыз, понедельник күні, дүйсенбі күні кешкі клубтың жиналысына бардым, одан кейін жұма күнгі клубтың жиналысына бардым, болды десеңіз, 2-ақ сағат бөлсеңіз, басқа бір адамдар болады, мен сияқты басқа адамдар болады, который күнде отыратын болады, 1 сағат жұмсайтын адамдар болады, пікірсайыс бір турнирін көреді, бір тренинг көреді, оны талдайды, бір ақпараттарды оқиды, бір бұқаралық ақпарат құралдарын, жаңалықтарды талдап отырады, және осындай адамдар әрқашанда сіздерден биік болып жүре береді. Олар әрқашанда бір брейкқа шығады, олар финалға дейін жетеді, орындар алады, және олар ұзақ мерзімді перспективада олар көбірек жетістіктерге жете беретін болады әрқашанда. Нақты жоспар керек деген дүние, менің ойымша бұл қателікті көп адам жасайды, тек қана жас буындар немесе тағы бір адамдар емес, өте көп пікірсайысшылар жасайды. Тіпті егер де 4-ші курс, одан да үлкен адамдар болатын болса, адамдар өздерінің мықты жақтарын көп қолданып, әлсіз жақтарын дамытпайды. Олар, мысалы, мен айтам, мен аргументацияны жақсымын деймін, аргумент құрастыруға жақсымын, және оны дәлелдеуге жақсымын деймін да. И әрқашанда бірінші спикер болып шығып, тек аргументтерді дәлелдей беруге ғана жұмыс жасай беремін. Турнир болсын, дайындық ойыны болсын, кез келген жерде дайындық барысында тек қана аргументацияға жұмыс жасай берсем, менде ешқашан анализ дейтін бөлігім дамымайтын болады. Бірақ та мен кез келген жерде аргументацияны оқи берем, аргументацияны видеоларын қарай берем, қалай аргумент құрастыру керектігі туралы көп ойлана берем, бір тақырыпты көріп қалсам, оған аргумент құрастыруға дайын тұрамын, бірақ менде ойынның анализі, жалпы қарар анализі өте төмен болып қалады. Сол себепті әрқашанда нақты жоспарлар керек. Бөліктер бар ғой пікірсайыстың: фрейминг, аргументация, анализ, альтернатива, басқа дүниелер, салыстырмалар, тағы басқа дүниелер, және осыларды әрқашан сараптап отыру керек. Менде қай жағым нашар, қай жағым мықтырақ. Егер менде анализ нашар болса, мен дайындықтар барысында анализге көбірек көңіл бөлуім керек. Не себепті? Өйткені менде дайындық осы үшін берілген, даму үшін берілген. Өзіңіздің әлсіз тұстарыңызды анықтап, оларды дамытуға арналған жоспар құрыңыз. Кәдімгідей жазып алыңыз. Аргументация, менде дәлелдерге байланысты өте көп проблема бар. Одан кейін детализацияға қатысты проблемалар бар деп жазып қойыңыз. Немесе фреймингке байланысты осындай, кейбір сәттерде фрейминг менде қате болып қалады деген сияқты. Осы дүниелерді әрқашан жазып алып, қай бөлікке көбірек көңіл бөлу керектігі туралы ойланып, және оған қатысты жоспарлар құру керек. Адресная проблематика дейді ғой, осы дүниелерді шешіп алу керек. Қай жақтан сіз дамуыңыз керек. Егер де сіз аргументацияға мықты болсаңыз, оны әр қарата дамыта берудің ешқандай да бір мағынасы жоқ, мәні жоқ болып қалады. Егер сізде анализ нашар болса, фрейминг нашар болатын болса, барлық көлемді, барлық тараптардан да даму ол өте маңызды болып табылады. Пікірсайысты екі үлкен бөлуге болады. Ол пікірсайыс қабілеттері, жаңа мен айтып жатқан аргументация, фрейминг, анализ, салыстырма, тағы басқа. Және екіншісі ол білім сфералар. Білім сфералар дегеніміз жаңағыдай тақырыптардың келетін аймақтары, экономика, саясат, білім, экология, тағы басқа. Ол жақтан да дәл солай. Егер де сіз ғылым саласынан ештеңе білмейтін болсаңыз, ғылым туралы тренингтар тыңдап көріңіз, пікірсайыстағы ғылым, немесе просто Google-ды ашып, ол
ол туралы ақпараттарды алуға болады. Меніңше қазіргі кезде ақпараттар көбінесе копироваться етіп кеткен, немесе сол ақпараттарды Google-дан іздесеңіз де табылатын ақпараттар. Мысалы, солтүстік Корея мен оңтүстік Кореяның қақтығысы туралы ештеңе білмейтін болсаңыз, просто интернеттен қараңыз, оқып шығыңыз. Қытай туралы бізде пікірсайыста ақпараттар бар. Пікірсайыста Қытай деген ақпараттар өте көп. Таяу шығыстағы соғыстар туралы, ол жақтағы террористік акттар туралы өте көп сфералар бар. Әр қайсысын егер білмесеңіз, анықтап алыңыз. Қай жерде сіз білмейсіз. Мысалы, менде ең әлсіз тұсым экономика. Басқа сфераларға қарағанда экономиканы азырақ түсінемін, немесе азырақ ақпаратым бар. Осы кезде тақырып келген кезде, тіпті егерде мен сол раундта жеңіліп қалсам да, одан кейін де осы тақырыпты қайтадан талдауға және сол жетіспейтін ақпараттарды оқып алуға тырысатын. Дәл сол секілді нақты жоспар керек. Бұл ең қиын бөліктері дайындықтардың, жаттығулардың. Ол біріншіден уақыт бөлу, әрқашанда бір жаққа кетіп қалғың келіп тұрады. Іш пыстырарлық дайындықтар болып жатады. Сол себепті бізге нақты жоспарлар керек. Нақты жоспарды қоюда өте қиын болып табылады. Неге? Өйткені бізге жеңіске жеткіміз келіп тұрады, және дайындық болса да, ол қандай тренировочный ойын болса да, біздер әрқашан жеңіске жеткіміз келіп тұрады. Сол себепті біздің ең жақсы жақтарымызды қолданғымыз келіп тұрады. Бірақ та бұл қате болып табылады. Біздер өзіміздің әлсіз тұстарымызды дамытуға да ұмтылуымыз керек. Осы кезде мүмкін біздер спикерлік жағынан өте жақсы боламыз, және осының арқасында біздер турнирларда жақсы жетістіктерге жетуге тырысатын боламыз. Бұл жалпы айтылған дүниелер. Мен дәл қазір осылай жасау керек, осындай жаттығу жасау керек деген дүниелер айтпаймын. Мен жалпы пікірсайыстағы дайындық мәселелер туралы айтып жатырмын. Бұл мәселелер әрбір адамда бар. Жаңағы айтып өткендей, кез келген жастағы пікірсайысшыда бар. Және бұл мәселелерді бірінші кезекте шешу керек. Нақты анықтап алуыңыз керек. Мен пікірсайыста жеңіске жеткім келеді деп есептесеңіз, онда нақты уақытты бөліп, сол уақыт аралығында дайындықтарға жұмсауыңыз керек болып табылады. Одан кейін нақты сіздің өзіңіздің әлсіз тұстарыңызды мойындай алып, және оларға дамытуға деген жаңағыдай ұмтылуыңыз керек, оларды дамыту керек. Әлсіз тұстарды ешқашан қалдырмауға тырысу керек. Егер сізде әлсіз болып қала беретін болсаңыз, анализде сіз ешқашан екінші спикер бола алмайсыз. Сізде әрқашанда мықты тиммейттер, мықты спикерлер бола бермейді. Сізге де анализ жасау керек кездер болады, немесе әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сол себепті әрбір өзіңіздің салаңызды дамытуға көбірек жұмыс жасауға тырысу керек. Тек қана мен бірінші спикер боламын, әрқашан бірінші спикер бола беремін, соның арқасында жеңіске жетемін деген дүниелер ол әрқашанда жұмыс жасай бермейді. Сол себепті барлық тұсымыздан даму керек болып табылады. Спикер мен дайындық. Бұл турнирге деген уже кішкене дайындықтар. Кирилл Тамагашевтың тренингінде осы туралы айтқан болатын, спикермен қалай дайындалу керектігі туралы. Ол үш дүние деп айтқан болатын, 0 деп бастаған болатын. 0, біріншіден сен ол спикермен просто таныс болуың керексің. Ол кім, қайдан, және ол қалай ойнайды деген. Оның ойлау жүйесі қалай, ол мынандай тақырыптар келген кезде қалай ойланады, және ода аргументтің дәлелдеу деңгейі қандай екендігі туралы просто таныс болу керек бірінші кезекте. Одан кейін артықшылық, кемшіліктерді анықтау керек. Ол қандай дүниелерді жасай алады, жақсы жасай алады, анализ жақсы жасайды, немесе салыстырманы жақсы жасайды, қарсылыққа жақсы шығады. Ал сенің артықшылықтарың қандай? Сен аргумент құрастыра аласың, фрейминг жасай аласың, тағы басқа дүниелер. Кемшіліктерді анықтап алу керек. Ол фреймингті аша алмайды, бірақ жақсы қарсылыққа шығады. Сен фрейминг жақсы жасайсың, бірақ сен анализ салыстыра алмайсың деген сияқты дүниелер. Осындай дүниелерді алдын ала анықтап алу керек, және оларды дамытуға тырысу керек. Дайындық барысында турнирға дейін. Немесе соларды қалай, сол кемшіліктердің өзін қалай жауып отырып қолдану керектігі туралы, кім нені қалай айту керектігі туралы алдын ала
бөлініп алу керек. Кім бірінші спикер болады, кім нені айтады, кім екінші спикер болады, кім неге жауап беру керектігі туралы. Дәл солай сфералар туралы, ол мысалы ғылымды жақсырақ біледі, сен экологияны жақсырақ білесің, ол мектеп білім беру жүйесі жақсы біледі, сен саясатты жақсы білесің деген сияқты. Нақты анықтап алу керек, қандай тақырыптарда кім жақсырақ және қандай функционалдық қызметтерді кім жақсырақ атқаратындығы туралы алдын ала дайындықтар барысында уже нақтылап алу керек. Кризисті жағдайларды алдын ала шешу. Кризисті жағдайлар ол әрқашан болатын дүние. Ол спикердің дайындықтарға кірмеуі, уақытының аз болуы, немесе өзінің уақытын дұрыс емес қолдануы, жұмыспен, сабақпен жүреді, сенің уақытыңмен сәйкес келмей қалуы мүмкін, екеуіңнің бос уақыттарың келмей қалуы мүмкін. Осындай кездерді алдын ала шешіп алу керек. Одан бөлек әрқашанда ескеру керек дүние, екі адам болған жағдайда сіздерде келіспей қалатын тұстарыңыз әрқашан болады. Бір аргументті біреу мықты аргумент дейді, екіншісі жоқ, ол әлсіз аргумент деп келіспей қалатын тұстар болады, ренжісіп қалатын тұстар болады. Турнирге бір күн қалғанда өзгерістер болып қалуы мүмкін, спикерде өзгерістер болып қалуы мүмкін, немесе қатыспай қалу мүмкіншіліктер бар, немесе әртүрлі кризисті ситуациялар болады. Осында әртүрлі кризисті жағдайларды алдын ала шешіп алу керек. Кім қалай жаңағыдай жол беру керек, немесе қайсысы мықтырақ екендігін анықтау, критерияларды қойып алсаңыздар болады, немесе осы бір моментті алдын ала бір талқылап алу керек. Соңғы дүние ол жеке дамуды ұмытпау. Жеке даму дегеніміз, мысалы, сіз жаңағы айтып өткендей, басында айтып өткендей, егер сізде бір сала жақтарына мықты болсаңыз, екінші жағынан әлсіз болып қалсаңыз, тек қана осы спикерге сеніп, барлық дүниені тастап кетуге болмайды. Менің спикерім анализ жақсы жасайды, мен анализге дайындалмай қояйын, мен анализді оған тастап кете беремін. Ол өзі жасайды, соның арқасында біздер турнирларда, раундтарда жеңіске жету мүмкіншіліктеріміз көбірек деп ойлану, ол дұрыс емес болып табылады. Әрқашанда өзіңізге керекті дайындықтарды да жасап отыру керек. Тек біріншіден бір спикермен сіздер әрқашанда бірге ойнай бермейсіздер. Барлық турнирларда әр кетсе 1-2-3 турнир, одан кейін спикер ауыстыру керек болады. Спикер ауыстырудың өзі дамудың бір бөлігі болып табылады. Осы кезде сіздер барлық оған берілген тапсырмаларды сізде жай қарастырып отырыңыз керек болады. Мысалы, феминизмді сен оқы, мен оқымаймын, мен басқа затты оқиын, соның арқасында осылай дайындалайық деген айтылған кезде, мүмкін осы турнирда сіздер осылай дайындалатын шығарсыздар, бірақ та одан кейінде сіз өзіңіздің феминизм туралы ақпаратыңызды ұлғайтуды ұмытып кетпеуіңіз керек. Тек осы спикерге сеніп, ол феминизмді айтады, болды, мен оқымай қойсам болады деген сияқты дүниелер жасауға болмайды. Әрқашанда өзіңізге де керек ақпаратты, өзіңізге де керекті қабілеттерді дамытып, оқып отыру қажет болып табылады. Соңғы дүние ол есеп беріп отыру. Әр турнирдан кейін раунд нәтижелерін талдап отыру керек. Осы раундта біздер осындай фрейминг аштық. Біздің ойымызша ол жақсы фрейминг болды, бірақ осындай бір моменттер жеткіліксіз болып қалды. Оны оппозициялар айтты ғой, осындай жерде осындай бір қателік болып қалды. Келесіде осыны ескеру керек. Немесе аргументтің қай жері жеткіліксіз болды, қарсыластар көбінесе қай жерге қарсылыққа шықты, немесе біздің қателіктеріміз әрбір раундтан кейін бір кішігірім бір талдау жасап, бір жерге түртіп қойсаңыз болады, жазып алсаңыз болады, немесе өзіңіз білмеймін, осы сараптауды талдаудан бір нәтиже алып, өзіңізге бір қорытынды алып отыруыңыз керек. Әрбір турнирдан кейін төрешілер берген фидбектерді талдап отыру керек. Ол бірінші раундта айтады, бірінші раундта төреші айтады, сіздерде осындай бір дәлел, осындай бір салыстыру жеткіліксіз болды, осы салыстыру болғанда сіздер жеңіске жететін едіңіздер деген сияқты. Соны екінші раундтарда, уже келер раундтарда дұрыс қолдана алсаңыздар, өте жақсырақ болады, және осының арқасында жақсы нәтижелер көрсетуге болады. Қарсыластармен ақылдасып отыру керек. Әрқашан біздер турнирдан
раундтардан кейін фидбек күтіп тұрған кезде, турнирдан кейін сөйлесіп отырған кезде қарсыластардан да сұрап отыру керек ақыл кеңес. Өйткені қарсыластар да олар сырт көзден қарап отыратын болады сіздердің ойындарыңызға. Бір раундта отырсаңыздар, олар бәрібір көретін болады сіздердің ойындарыңызды, және олар да пікірсайысшылар, олардың да жаңағыдай жақсы ойлары болуы мүмкін, жақсы идеялары болуы мүмкін, дайындыққа байланысты, дамуға байланысты, және сол ақыл кеңестерді сіздер жақсы бағытта қолдана алу мүмкіншіліктеріңіз бар. Әрқашанда ұялмай сұрау керек. Бізде қандай жақ әлсіз болды, нені дәлдеу керек еді, сіздер неге оны айттыңыздар, өздерінің жаңа аргументтерін, неге біздікі қате болу мүмкіншілігі бар, қалай дамытуға болатын еді деген сұрақтарды әрқашан қою керек. Менің ойымша, қалай дамуға болатын еді, дамытуға болады деген сұрақты әркімге, әрбір адамға қоюға болады, төрешіге, қарсыластарға, өзіңіздің спикеріңізге, ол әрқашанда дамуларға алып келеді деген сияқты. Ол тіпті егер бұл турнир болмаса да, бұл маңызды ойындар болмаса да, кәдімгі дайындық ойыны болғасы да, оны да талқылай білу керек, оны да сараптай білу керек. Және осы талдаулардың арқасында жақсы қорытындылар шығарып алып, және соның арқасында бір жақсы жетістіктерге жету мүмкіншіліктеріңіз бар. Енді осы оқу жылының жас буындар әлі келген жоқ, бірақ та менің ойымша осы жаттығуларды, осы дүниелерді, осы мәселелерді алдын ала түсініп алсақ, дәл қазір біздер келер жас буындарға және басқа адамдарға да жақсы ойындар көрсетуге, сапалы ойындар көрсетуге және өзіміздің дамуымызға жақсырақ үлес қосамыз деп есептеймін. Одан бөлек Дебатляндияда ма бір жерде оқығаным бар, адамдар жас буындарды дайындау барысында пікірсайыс клубтары өте көптеген қателіктер жіберу мүмкіншіліктері бар деп, және ол өзінің бір жүйесін ұсынған болатын. Ол жүйе бойынша бірінші балаларға, жас буындарға бірден пікірсайыс қабілеттер туралы тренингтер және оларды дамытуға арналған жаттығуларды емес, бірінші жаңа білім сфералары бар ғой, соларды көбірек үйрету, солар бойынша көбірек ақпарат беру, одан кейін барып пікірсайыс қабілеттерін дамыту керек деген дүниелер айтады. Бірақ та универсалды жас буынды дайындауға арналған бір жүйе жоқ, бірақ та бір клубтарда басқаша, бір клубтарда басқаша, бірақ оларға да түсіндіру керек дүние, менің ойымша, жас буын болған кезде осы бір приоритеттерді дұрыс қоя білу керек. Дұрыс уақытты бөлу, дұрыс проблеманы, мәселені дұрыс анықтау, әдісті жұмыс жасау, және әрқашанда жүйелі жұмыс жасаудың арқасында жетістіктерге жетуге болатындығын түсіндіре білу керек сияқты. Осы дүниелер, барлығына рахмет.